ата енесіне айтпай, кейде болады жолдасына да айтпай сабаққа келіп жатады да. Уайымдайсың, қандай жүргізуші келеді екен, таксиде балам жылап қалмай ма екен. Болды, иә. Біздің команданың қыздары 100% өздерін салып істеп жатыр деп айта аласыз ба? Бізге вождениеге әлі бармайсыңдар, ішкі тестіміз бар. Сол ішкі тестте 37, кемі 37 балл алған қыздар ғана вождениеге өтеді деген кезде бізде қорқыныш пайда болды. Қалай 37 біз қалай аламыз деп. Өтпей қалған қыздар да болды. Сонша ақша бердік, неғып біз ала алмай қалдық деп. 3-4 баламен такси тоқтатып тұрсам, келген такси кетіп қалды, алмай деген. Сәлем қыздар, бүгін бізде кезекті шығарылым, Шопыр қыз подкастының кезекті шығарылымы. Қонағымызда біздің бүгін шопыр қызымыз, өзімізде оқып, правасын алып, қазір уже көлігін айдап жүрген қызымыз. Көлік айдап жүрсің бе? Иә. Көлік айдап жүрген қызымыз Арайлым. Құттықтап қойыңыздар, қол шапалақтап қойыңыздар. Деген звук кетеді мына жағында, иә. Арайлым, қош келдің, қалай жағдай? Қош көрдік, шақырғандарыңызға рахмет. Шүкір, жақсымын. Бір баланың анасы, жас автоледи, көріп тұрғандарыңыздай. Жалпы Арайлым осы қанша болды машина айдап жүргеніне? Жаңадан айдап жүрсің ғой енді сен, қазір. Күшті Арайлым, Алла тағала береке берсін, жасыл светофор дөңгелегің берік болсын. Жалпы машина айдау не үшін саған керек болды? Жалпы право алу, көлік айдау маған осы соңғы 2 жылда пайда болды. Сондай ой, оған дейін өзімнің барып келер жеріме транспортпен, автобуспен, таксимен жүре беретім. Соңғы 2 жылда декреттік өмір басталған сәтте өзім баламен, өзім болсын поликлиникаға бару болсын, қайда болсын бару үшін өзім ойландым. Неге өзім айдамасқа, бала шағамен бәрібір қиын болады, өзім таныстарымнан да естимін, баламен отырып, оның киімдері бар, коляскасы бар дегендей, соның барлығын такси шақырған кезде уайымдайсың, қандай жүргізуші келеді екен, таксиде балам жылап қалмай ма екен, жаңағындай құсып жібермейді ме екен деген сияқты ыңғайсыз ситуацияларға тап болмаймын ба деп уайымдап отырасың. Өйткені оның алдында естіген шығарсың өзің сондай, иә. Интернет желісінде де көп жаңағындай әйелдер қауымы айтып жатады, 3-4 баламен такси тоқтатып тұрсам, келген такси кетіп қалды, алмай деген сияқты. Сонда таныстарымнан да естідім, барлығы да қазіргі сәтте әйел адамдар оған қызық болса да, мәжбүрлі түрде келіп жатқан әйел адамдар да бар. Сол сияқты, сол декреттік өмір басталған сәтте ойыма келді бірден. Сол кезде сол идеямды бірден жолдасым, ата-енем қолдап, бірден бара ғой, оқы, балаңды қарай тұрамыз деп жіберген болатын. Жаным, Алла разы болсын. Шын айтам, Алла разы болсын. Қолдап отырған жолдас, ата-ене болатын болса, әрине біздің қазақтың қыздары да сұлу болып, өзін әдемі сақтап жүреді деп ойлаймын да мен. Шын Алла разы болсын. Көп біздегі қыз келіншектер жаңағындай ата-енесіне айтпай, кейде болады жолдасына да айтпай сабаққа келіп жатады да. Ондай группада болды ма ондай адамдар? Болды, иә. Балам жылап кетті деп келмей қалуы, жаңағындай ондай ситуациялар болды. Жалпы қазір көлік жүргізген кезде автошколада оқығаның көмектеседі ме? Әрине, әрине. Автошколаны ең бірінші мен сондай идея пайда болған кезде, жаңағы интернет желісін ақтарып отырып, қандай автошколалар бар екен деп отырғанда бірден көзіме түсті. Ұлдана автошколасы Қазақстандағы номер 1 әйел адамдарға арналған автошкола деп. Соны көрген кезде өте қатты қуандым. Өйткені ең бірінші ол жаңағындай орамалды қыздарға өте жақсы вариант. Ал екінші, мысалы, әйелдің жанын әйел түсінеді дейді ғой. Бізге мысалы табиғатымыздан ол нәрсе берілмеген деп ойлаймын. Ер адамдарға ол табиғатынан берілген нәрсе, оларға кішкене түсіндірсең болды, ары қарай алып дөңгелетіп алып кетеді. Ал әйел адамдарға, мысалы, ер адамды ас үйге кіргізіп, шамалап тұзын салып жіберсе, шамалап 2 адамға ас дайындап жүрсе, сен істей алмайды ғой. Ал әйел адамдарға сол сияқты көлік жүргізу де қиын. Сол үшін мен ойлаймын, әйел адамға, жаңа қыз келіншектерге әйел адамның түсіндіріп, соның тілінде түсіндіргені жаңағындай дұрыс деп ойлаймын. Сонымен қатты қуандым. Ең бірінші теория сабағы 1 айға созылады екен. Сол теория сабағына кірген кезімізде ең бірінші маған ұнаған нәрсе, ол барлық қыздарды жинап, қыздар құшақтасып бір-бірімізбен амандасамыз деді. Барлық жаман энергетика, өздерің үйдегі проблемалардың бәрін сыртқа тастайсыңдар, есіктен кіресіңдер, бір-бірімізді құшақтаймыз деп. Содан басталды. Одан кейін бәріміз тіз қатар отырған кезде бізге жаңағы оқытушымыз Салтанат апай бізге көлікте отырғанда оқылатын дұға деп карточка түрінде әр қайсымызға сондай дұғаны берген болатын. Оны тек қана беріп қоймай,
бізге әр сабақта соны жаттататын. Сол кезде бірден өзім көңіліме, жүрегіме бір сенімділік ұялады да, бұл автошколаның өзінің ең басты миссиясы бізге тек сертификат шығарып беру емес, біздің адал түрде правамызды алып, ары қарайда аман есен көлік жүргізуіміз бұл кісілерге керек екен ғой деген нәрсе өзім жүрегіме ұялады. Сол сәтте теория сабағы біткеннен кейін бізге айтты, ішкі тестіміз бар деді. Ішкі тесттен өтсеңдер ғана, біз оқып жүрміз, тестті жаттап жүрміз, жаңағындай сабақты өтіп жүрміз. Бір кезде айтты, енді вождениеге қашан барамыз, сабақ бітті ғой десек, айтты бізге, вождениеге әлі бармайсыңдар, ішкі тестіміз бар. Сол ішкі тестте 37, кемі 37 балл алған қыздар ғана вождениеге өтеді деген кезде бізде қорқыныш пайда болды. Қалай 37, біз қалай аламыз деп. Сол кезде бізге жаңағы администратор қыздар түсіндірді. Егер осы тесттен 37 балл алсаңдар, сендер 100% автосондағы тесттен өтіп кетесіңдер. Өйткені ол жақта қобалжу қосылады, жаңағындай таныс емес сұрақтар келіп қалуы мүмкін, сонымен сендер өтіп кетесіңдер деді. Бұл біздің өзіміздің методикамыз сондай ғой? Иә, сол, методикалар. Методика сондай, өйткені қыздардың қорқынышымен де жұмыс жасаймыз ғой біз. Иә. Сол кезде кәдімгідей тыпырлап бәріміз ішкі тестке дайындалдық. Автосондағы тесттен уже қорықпаймыз, осы ішкі тесттен өтіп кетейікші деп, өйткені артымыздан қуалап жүріп тапсырыпты ғой. Сөйтіп тапсырдық, аман есен. Одан кейін вождение басталды. Вождениеде де автоинструкторлар өте сыпайы түрде жаңағындай көңілге тиетін сөз айтпай, жаңағындай жақсы бір энергетикамен бізге үйреткен болатын. Автоционға келейікші. Автоционда Арайлым, сен барған кезде андай болды ма? Уайымдау, қобалжу, емтихан кезінде. Қыздар жинап апарды ма? Иә, жинап апарды. Біздің қыздар жинап, яғни сопровождение болды ғой. Сопровождение болды. Иә, әрине қобалжу болды. Бұл кезде өзің қалай сезіндің? Біздің автошколаның қыздары барды, сопровождение жасап жатыр. Сендерге мынандай деп полный барлығын көрсетіп жатыр, документтер қалай тіркеу керек, не істеу керек, 24/7 кері байланыс. Оның барлығы ана сыртта көрінбейтін нәрселері ғой. Иә. Бірақ курсанттар сонымен қандай сезім болады екен деймін да? Жаңағындай, мысалы, кейбір балалар өздерінің әке-шешесімен барып, жаңағыдай қамқор сезімі болады ғой. Бізде де тура сондай сезім болды. Анамызбен барғандай, әпкемізбен барғандай, тесттен шыққан кезде бәрі қол шапалақтап, қанша алдың деп жаңағындай улап, шулап сөйтіп жаттық. Сондай бір күшті эмоциямен тапсырып кеттік негізі. Мотивацияны да өте күшті берді. Өтіп кетесің, ішкі тесттен өттіңдер, сендер өтіп кеттіңдер. 100% қыздар өтіп кетті ішкі тесттен. Ал жаңағындай мүмкін 1-2 қыз болған шығар, өте алмай қалған. Бірақ мен ойлаймын, ол автошколаға мүлде қатысы жоқ. Ол әр адамның өзіне байланысты. Сіздер 100% бізге білімді бердіңіздер. Жаңағындай оқып тоқып ары қарай ізденіп оны алып кету ол әр қыздың өзінің мойнында. Сондықтан да мен автошколаға 100% жаңағындай ризамын. Машалла, рахмет. Ана автошкола деген кезде қазір сенде қандай сезім болады? Автошкола деген кезде қазір ма уже өтіп кеткеннен кейін? Өтіп бәрін болып болғаннан кейін сол автошколаны есіңе аласың ғой, бір есіңе түсіп кететін шығар. Сол кезде қандай сезімде болады? Жылулық, ең бірінші айттым ғой жаңа, қыздардың бір-бірімен отношениясы, қарым-қатынасы, мысалы сіздерде коллективте бір-бірлеріңізбен күшті бір қарым-қатынас орнатып, бізде де тура солай болды. Бізде оқып жатқан курсанттардың арасында өте бір жылы қарым-қатынас болды. Жаңағы Салтанат апайдың күлдіріп бізге өмірлік жаңағы ситуацияларды көрсете отырып түсіндіргендер есімізге түседі. Әлі жолда кетіп баратқанда сол кісінің айтқан жаңағы күлкілі әңгімелері, өстіп қалып жүрмеңдер, өстіп қалмаңдар деген нәрселер барлығы есімізге түсіп отыр. Кеше оқығандай сияқты ма? Иә. Жолда мен өзім автошкола оқығаннан кейін жолда кетіп баратқан кезде маған сабақ берген атамның дауысы естілетін. Иә. Тура сондай болады ма? Салтанат апайдың интонациясы бәрі есте тұрады. Иә. Ол өте қуаныштымын, конечно, біздің қыздарға деген қамқорлығымыз, жалпы қамқорлықты бірінші орынға қоямыз, өйткені қыздар и так өздері шаршап жүр. Мына заманда үйде отырған әйелсің деген сияқты темалардан бастайды ғой. Жұмыс жасамай үйде отырсаң деген сияқты темалардан. Сол үшін қыздарымыз құшақтасқан кезде ол да бір терапия ғой. Иә, ол да бір терапия екен, иә. Машалла. Бір-бірімізбен энергия алмасып дегендей күшті бір жылы сезім, жылы әсер қалды. Неші? Вождениеға барған кезде, машинаға отырған кезде қандай сезім болды? Вождение сабағына ма, әлде емтиханға ма? Жоқ, вождение сабағына ма? Инструкторларға. Сабағына барған кезде бірінші қорқыныш болды, әрине. Қалай жүремін,
қорқамын деп, маған қарап отырыңыз, мен айдап көрмегем деп көп жаңағындай паника болды, қорқыныш болды. Бірақ бірден отырған кезде газды басыңыз, былай өтіңіз деп жылы сондай тонмен, әдемі бір эмоциямен айтылғанға ма, өзіміз де сондай бір күшті жүргізіп кеттік. Негізі өте жақсы түсіндірді. 5 вождение алдың ба? 3 вождение алдың ба? 5 вождение алдым. 5 вождениеда толыққандай, сол 5 вождениеме емтихан тапсырып кеттің ба? Иә, 5 вождение маған жетті. Красавчик. 5 вождение маған жетті. 5-ші вождениені мен тура емтиханның алдында 1 сағат бұрын алдым. Сол кезде Ұлжан автоинструктор болған, иә. Ұлжан апайымыз айтты, өтесің деді, қорықпа, мен уайымдап тұрмын деп едім, өтесің, қорықпа деді. Бәрін жақсы жасап келесің, өтесің, шыққаннан кейін маған бірден звонда деді. Бірден звондадым. Сіз дұрыс айтыпсыз деп, иә. Өзімнің ішімде бір сенімділік болды, өтемін ау деген, бірақ тура емтихан алдында кішкене қорқыныш, анау жүректегі сенімділікті, мида қорқыныш басымырақ болып кетті да. Оған ана автоцонның сотрудниктері әсер еткен жоқ па? Ол кезде сотрудниктері әсер етті, және сол жақта жылап шыққандар, жаңағындай өте алмай қалдым деген әркімнің әртүрлі эмоциясын көрген кезде ары қарай қорқыныш басымырақ болып кетті. Өзім тапсыра аладым екен, бір таныстарым болмай ма екен деп миым жан жаққа кетті, бірақ жоқ. Ол жерде таныс болса да, не болса да, бәрібір машинеге отыратын өзің, рөлге отыратын өзің, ол жерде барлығына база жауап береді, робот жауап береді дегендей сөйтіп алып шықтым. Вот машинаға отырып емтихан тапсырайын деп отырсың да? Атыңды атады, машинаға отырдың, ремень тақтың, сол кездегі сезімің қандай болды? Қорқыныш сезім болды. Қорқыныш сезім болды. Бірақ сенімділік болды. Сенімділік болды. Қарашы енді, мынандай ғой, машинаға отырып, уже емтихан, қай уақытта сен жауапкершілікті өзіңе алдың? Например, саған инструктор айтты ғой, сен өзің тапсыра аласың, дайынсың 100%. Сосын автоцонға келдің, аналардың құлап шығып атқандарын көрген кезде, сен уже қайттан қорқып бастадың да? То есть екеуі, бұл жерде әйелдердің көбісі саботаж жасайды, яғни ана сатып ала салайын ба деген сияқты. Әлі әрекет етпей жатып, сатып алайын ба деген, уже таңсыздық кетесің да? Тура сондай болды менде. Ол бәрінде болатын нәрсе ол. Қай уақытта сен арайлым болды, все жиналып, мен қазір мен тапсырам, емтихан тапсырып, өзім тапсырып шығам деген бір күш болу керек та адамда. Машинаға отырғанға дейін бір күш болу керек. Сол қай уақытта болды сенде? Мен сөйтіп кішкене қорқып, әр нәрсені жаңағындай сіз айтқандай таныспен алсам ба, не істесем деп шырылдап кеттім да. Бірақ соңғы моментте бір 20 минут бұрын бекен өзімді успокоить еттім. Сіздер де жаңағындай терапия жасайтын едіңіздер ғой, қыздар, қорықпаңдар, барлығы қателік ол болады бәрінде деп. Өзім сөйтіп іштей өзім жүрегімді тыныштандырдым, өтемін, бәрі өтіп жатыр, не болыпты дегендей өзімді қамшылап, сөйтіп атым аталған кезде қорықпай күліп жүгіріп барып өткіздім. Және осы кезде айта кететін жайт, тура сіздердің жаңағы автошкола оқып бітірген кезде Айгүл ханым бізді таңертең таңғы 6:30-да қыздар жинап, автоцонда жаңағы автодромда өзінің білетін жаңағы лайфхактарымен, біліммен бөліскен болатын. Соның да әсері өте көп болды. Өйткені бірінші рет автодромға барған кезде ол сол жақтың энергетикасын сезіндік та, сол жерде. Сол маған өте қатты көмектесті деп ойлаймын. То есть бізде вождениеда да сопровождение бар. Вождениеға бару, қандай нелерді жасау деген сияқты біздің команданың қыздары 100% өздерін салып істеп жатыр деп айта аласыз ба? Или жоқ, мына жерде ана камераға бір мақтау, бізді мақтау деген сөз емес. Егер де қателік болатын болса, иә, сол қателігімізді ары қарай жөндеу деген неде да. То есть сол шынайы болу үшін сұрап тұрмын ше. Біздің команданың қыздары өздерін 100%-ға салып еңбектерін жасай алды ма? Иә, 100% айта аламын. 100% сенімді түрде айта аламын. Сіздердің автошколадағы жаңағы ұжымдарыңызға барлығы өте жоғары деңгейде өтті. Білімді бізге берді, енді аямай бердіңіздер, оқытыңыздар. Кейбір кезде жаңағы видео рилстардың астында комментарийлерді оқып жатам. Мен өте алмай қалдым. Маған ол тест келген жоқ, маған ол сұрақ келген жоқ. Сіздер айттыңыздар, ол сұрақ келеді деп. Жоқ, ол дұрыс емес. Ол тестті тек қана көп адамдар ойлайды, жаттап алуымыз керекпіз деп. Оны жаттап алудың қажеті жоқ. Тестті талқылау керек. Не үшін ол сұраққа жауап бердің? Соның барлығын бізге оқытқан болатын. Оған жақсы бір ниетпен, айтады ғой, серьезно қарау керек та оған.
алдағы өмірің, оны ертең бала шағаңды тасисың, отбасыңды тасисың. Сол үшін барлық жауапкершілік тек өзімізде болу керек. Ал сіздердің тараптарыңыздан барлығы 100% болды. Бізге кәдімгідей шайнап аузымызға салып жібердіңіздер. Ары қарай жұту тек өзімізде болды. Вручениеға келмей қалдың? Келмей қалдым, иә. Жақсы өтті. Брелок алмаған ғой әлі. Иә, соны видеодан көріп жататын барлық право алған қыздарға Меккеден келіп, сендер де автосалоннан көлік алыңдар деген бір ниетпен брелок таратып жатқандарыңызды көрдім. Сол сәтте келе алмай қалдым. Енді бұйыртса келесіне шақырсаңыздар барамын. Бізде свежий праваларды ғана шақырамыз қыздар. Яғни апрель айында права алғандарды шақырамыз, немесе апрельдің басы болып жатса, март айындағы соңғы алғандарды не қыламыз да. Өйткені ол андай ғой, Арай, қалай сен қазір мысалы права алдың, машина айдап жүрсің, и андай да, сен Арайлым молодец, права алдың, красавчиксің, өзіңнің еңбегіңмен, сенің талай жұмысың бар, еңбегің бар, ана тесттердің бәрін ашып қайта қарау, сабаққа дисциплинированно келу, кешікпей келу, сабақтың үстінде телефоныңды өшіріп тастап, бүкіл зейініңді 2 сағат уақытыңды фокуспен сабақты қарау керексің деген нәрселердің барлығына төтеп беріп бердің да сен. Иә. И сол үшін сен молодецсің ғой негізі. Иә, сондай сөзді басқа біреулер мысалы түсінбейді ғой, алдың ба жарайды дейді. Ал сіздер мысалы мақтап, кәдімгідей қол шапалақтап оны видеода көрдім, мен күшті деп ойлап қалдым. Жаңағы еще курсант қыздар отыратын, соларға мотивация беріп, өте бір күшті, жақсы ұйымдастырғансыздар. Ризамыз. Енді Алла қаласа шақырамыз. Шақырмай қалсақ ренжіме, иә? Өзім жазамын ғой. Арайлым, қазір қарап жіберейін. Тек қана қыздарға арналған автошкола бар екенін қаяқтан білдіңіз? Жалпы ең бірінші біз қаяқтан естідіңіз немесе білдіңіз? Ашығын айта бер. Интернет желісінде отырған кезде қандай автошколалар бар екен деп қарап отырған кезде таныстарымнан еститін, автошколаға бару не стоит, ол жақта ешнәрсе үйретпейді, бәрібір отырасың, келесің, кетесің, тек сертификат алып шықсаң болды деп. Одан онлайн оқи сал деген ойлар да болды. Содан қарап отырған кезде бір сәтте Инстаграм желісінде сіздің видео рилстар шыға бастады. Сол кезде қуанып кеттім, неге осындай әйелдерге арналған автошколаға бармасқа деген жаңағыдай айтып өткендей, бәрібір әйел адамға өз тілінде түсіндіргені дұрыс болар деп. Сол сәтте қуанып сіздерге жазылған болатым, өкінбеймін еш, өте жоғары. Өйткені ер адамдарға мысалы бір ыңғайсыз болып қалады ау деп сұрақтар қоюға кейде ыңғайсызданасың ғой. Мына сұрақты қойып қалсам, сонда білмейсің ба деген сияқты нәрсе естіп қалмайын ба деп. Болады ғой ондай. Мен күйімде де болады ондай. Иә, сондай жанымыздағы мысалы біз ер адамдармен бірге оқысақ, біз бір сұрақ қойсақ, олар жаңағыдай өзім сияқты курсанттар күліп, оны білеміз, дәлше айта беріңізші деген сияқты болып қала ма дедік та. Ал бұл жерде өзім сияқты қыз келіншектер, декреттегі аналар деген сияқты. Бәріміз бір буын болдық. Сөйтіп. Машалла. Неші? Қазір машина айдап жүрсің? Иә, айдап жүрмін. Қандай машина? RAV4 Toyota. Сіз ең бірінші сабақта келіп, бізге танысқан кезде айтқан боласыз, қандай машина аласыңдар қыздар? Ол кезде білмейміз ғой, бәріміз бақырайып отырып жауап бере алмай қалдық. Ой, бір ескі машина шығар дедік, бәріміз. Сол кезде сіз ұрысқан болатынсыз. Қайдағы ескі машина, бірден жаңа машинаға отыруға ниеттеніңдер, сендер қорқасыңдар, соғып алам, сырып алам деп. Жоқ, үлкен, сендер лайықтысыңдар. Басқа қыздар, мысалы, басқа ұлттың қыздары мен лайықтымын деп айтады. Сендер неге солай төмен бастарыңды қаратасыңдар деп ұрысқан болады. Сол кезде аузыма түскен RAV4 айта салайыншы дедім, RAV4 деп. Сөйтіп едім, тура права алған күні жолдасым сыйлады RAV4. Ол білмеді да мен сосын таң қалдым. Менің Алла аузыма салып қойыпты ғой дедім да. Соны өзіне де айттым. Мен бірінші күні RAV4 деп айта салған, просто айта салдым. Өзім көп машинаны білмеймін ғой. Сөйтіп сонымен сәйкестік деп қуанып, енді соны айдап жүрмін. Машалла. Бірінші алған кезінде түсінбеген шығарсың, иә? Қалай ол, как так возможно дейді. Или андай не болды ма? Енді біздің қазақтың қыздары көбінесе өйтіп тәкаппарланбайды негізі. Ана алғанына сен алмай, біраз уақыт айдағаннан кейін барып, мен шынымен машина айдап жатырмын ба деген сияқты. Ол далаға шығып қалған кезде үлкен болып тұрды ғой машина. Сол кезде мен, ой, маған кішірек машина ала салмадың ба деп, уже қорқыныш болып жатыр да. Мен ананы қалай айдаймын, қалай парковаться етемін деп.
Жоқ, Аллаға шүкір. Право алғаннан кейін автоинструктор тағы да жалдап 2-3 күн жүрдім қалада. Сөйтіп одан кейін жолдасыммен жүрдім, сөйтіп ақырын үйреніп кеттім. Қазір көшеде өзің жалғыз өзің машинада айдап кетіп бара жатқан кезде көбінесе не істейсің машинаның ішінде? Қазір әлі жаңағындай музыка тыңдап, ондай бір еркіндік сезінген жоқпын әлі. Көбінесе баламен жүрем, содан кейін бәрібір жолға қараймын. Ең басында көлікке отырмас бұрын, автошколаға жазылмас бұрын менде қорқыныш болды. Қызылға өтіп кетпеймін ба, знактарды көрмей қалмайын ба деп. Жоқ, бірінші сабақ жаңағындай знактармен танысқаннан кейін тура есігімнің алдындағы знакты көрдім ғой. Мен осы уақытқа дейін көрмеген екенмін знакты. Сол жаңағы теория сабақтарының арқасында знактарды көріп, жоқ, барлығы шынайы біліммен келеді екен ғой, ақырын бірден болмаса да ақырын жинала береді екен опыт. Иә. Машинаға мен болады ғой, мысалға азанда мен жұмысқа шығатын кезде сумкамды қоям, есікті ашамын да сумкамды қоям. Сөйтіп барамын да кофе алып келем, машина оталдырып қоям. Сөйтіп ана машинаның вайбын сөйтіп сезінемін да мен. Иә, ол машина айдау, ол кәдімгідей еркіндік. Бірінші жаңағындай тұрмыстық жағдайлардан бөлек, жаңағындай баланы тасу деген сияқты. Ол бір кішкене өзіңнің көңіліңді көтергің келсе, машинаға отырып, жаңағындай кофеңді ішіп дегендей музыканы қойып, қаланы бір аралап шыққанның өзі терапия ғой. Кәдімгідей жүрекке терапия, иә. Одан кейін өзіңе деген қуаныш, мен осыны айдай аламын, көлікті игердім деп, сондай өз-өзіңді кішкене мақтап сөйтіп қаласың, кәдімгідей ол терапия. Иә. Мен машинаға келем да, сумканы қоям да, кейде болады специальность мен онша. Потому что күнде машина айдап жүрген кезде ол норма деп ойлап қаламыз біз басымызда. И мен соны специально мен машинаға келе жатырмын деймін да, сумканы алып, машинаға қойып, барып кофемді алып келіп, ұстап отырамын да, уже андай да, бір басқаша ерекше ощущение. Еще телефонды қойып қоямын да, былайынан өзіме қарап отырып кофе ішемін. Музыканы қойып қоямын, сәл андай жай қылып ше. Сөйтіп отырамын да, уже бүгінгі жұмыстардың списогін қарайсың, и дальше уже все, переключаешься на бизнесмена деген сияқты ғой. Мен өзімнің машинам бар екенін осылай өзіме осознанно осылай білдіріп отырамын да, машинам бар, мен уже машина айдап жүрмін деген. Неге ол нәрсе керек? Өйткені ақыл айтып кеткенсің, мына жерде отырамын тағы да. Жоқ, ол нәрсе мынандай ғой, жаңадан көлік айдап жүргенде ДТП-ға түспейді көбінесе. Оны ДТП-ға түсетіндер слишком уверен адамдар. И сол мен қатты бір өзіме уверен болып кеткен кезде осылай өзіме айтып қоямын да, олдан машина айдап жүрсің, ол сенің тағдырың, оның ішінде жаңағы басқа біреулердің де адамдар, біреудің де баласы отыруы мүмкін деген сияқты. Сол өз-өзімді қайта приземлять етемін да мен. И әйелдердің машина айдап бара жатқанын көрген кезінде өз басым қатты қуанамын. Иә. Өйткені ол әйелдің үйіндегі бір талай шаруасы шешіліп жатыр деген сияқты да. Осы машина айдағанға дейінгі арайлым мен машина айдағаннан кейінгі арайлым, көлік тізгіндегенге дейінгі арайлым мен көлікті тізгіндеп жүрген арайлым екеуінің разницасы бар ма? Бір өзгеріс пайда болды ма? Әрине бар. Мысалы, баратын жеріңе уже маршрутты ұйымдастырасың. Былай деп оны 1-2 күн бұрын ойланасың. Қалай барам, не киемін, жаңағындай баламен қиын. Ал қазір өмір кәдімгідей жеңілдеген ғой, баланы да өзің де алып жүре бересің, әке-шешеңді тасисың дегенде үйдегілерді тасисың. Сондай, және шүкіршілік етесің қазір. Мына машинаға мен де жеттім ау деп. Бұрын армандамайтын да едім. Қазір арманым орындалғанына шүкір деп. Кәдімгідей өте қатты қуаныш сыйлайды негізі. Қанша болды айдап жүргеніңізге? Сол 2 ай болды. Право алғаныма 2 ай болды. Машина айдағаныңызға, машина көлік тізгіндегеніңізге 2-3 айдай болып қалды. Енді машинаның бензинін, мойкасын кім жасайды? Жолдасым жасап жүрмін. Яғни қыздар машина айдаған кезде еркек адам сияқты кетеді деген қалай? Нормально? Или әйел болып жүре беруге бола ма екен? Әйел болып жүре беруге болады екен. Бірақ жаңағындай не ғой, мен әлі өзім жаңағындай бензин қойып машина жуған жоқпын, бірақ жаңағы көп таныстарымнан естимін, ол да бір өзінше бір сезім. Бірінші рет бензин құйғаның, бірінші рет машинаны жуғаның,
бірінші рет машина жаңағындай капотын ашқаның оның барлығы да өзің есте қалатын ең бірінші жаңағындай қызық сезімдер деп. Оны әлі көрген жоқпын, барлығын пока жолдасыма ысырып жатырмын. Яғасын істемей ақ қой. Мен әлі күнге де істемеймін. Жолдасыма айтам, балаларыма айтам болмаса. Өзім не қыламын да. Оның бір сезім үшін көруге болады, бірақ әдетке айналып кетпеу керек та ол. Бар ғой енді, Аллаға шүкір, ер адамдарымыз бар деген сияқты. Пространство беруіміз керек та оларды. Осындай машинаның бензин құйып бересің ба деген сияқты. Еркелеуге де сәл бір мүмкіндік болады да. Енді машина айдағаннан кейін, жалпы көлікті тізгіндеп, бір күшті сұрақ қояйын деп отыр едім, ұмытып қалдым. Сосын ана әйел адамдардың отырғаны деген бір пікірлер деген сұрақ болған еще. Машина айдап кетіп бара жатқан кезінде әйел адамдарға, сен жалпы машина айдап жүрген кезінде ер адамдардың тарапынан бір буллинг бірдеңелер болды ма? Ол күнделікті өмірде болады ғой. Күнделікті өмірде өзіміз отырған кезде де өзіміздің жаңағы естіп жатамыз ғой. Біреу жолда кішкене қате жіберсе, әйел адам ғой дейді да, қуып жетіп барып қарап, айттым ғой әйел адам деп. Сондай нәрселер, ой, әйелдер деп, ондай нәрсені көп естідік қой. Бірақ мен ойлаймын, еркектерге қарағанда әйел адамдар оған жауапкершілікпен қарайды. Үлкен сабақты оқыған кезде де әйел адамдар кәдімгідей оқып 100% сенімді болған кезде ғана рөлге отырады. Ал ер адамдар права алмай жатып, жаңағы ағасының, әкесінің машиналарын айдап кетіп қалады. Права алғаннан кейін бірден шығып кетеді қалаға, жанына адамдарды алып алады дегендей. Мен мысалы жаныма ешкімді алған жоқпын, осы уақытқа дейін алған жоқпын. Жаңағыдай таныстарымды, өйткені оған үлкен жауапкершілік қой, біреудің өміріне жауап бересің. Сол сияқты ойлаймын, жоқ, әйел адамдар үлкен бір жауапкершілікпен келеді рөлге. Олар салғырт қарамайды, олар көп қателік те жасамайды, жарысып, жаңағындай шашкабайт ететін әйелдер жоқ қой. Бәрі өзінің жолымен тыныш қана жүреді, білмеймін, көрген жоқпын, естіген жоқпын. Көшеде кетіп бара жатқан кезінде ер адамдардың тарапынан сондай бір қысымдар болып па еді? Осы 2-3 айдың болады ғой. Маған болған жоқ. Маған болған жоқ. Өйткені ровно айдайсың. Иә, өзімнің жолымен тыныш қана жолдағын бәрін өткізем. Жолдасым ұрсады, 2-3 машинадан кейін болды, өткізбе, артыңдағылар қазір сигнал береді деп. Иә, пока қорқақтап айдайсың ғой, енді тыныш, ешқайда асықпаймын, Алла асыққаннан сақтасын. Бәріміз жететін жерімізге. Мен үшін ең маңыздысы аман есен баратын жеріме барып, аман есен қайту. Мен ойлаймын, әйел адамдарды солай ойлайды. Үйде балалары күтіп отырады, отбасы күтіп отырады. Тыныш қана барып келіп жүретін сияқты енді, білмеймін. Басқалар үшін жауап бере алмаймын, бірақ өзіме солай көрінеді. Ана машина айдайды, жаңадан көлікке мінген қыздар ана такси болуға асығып тұрады да, үйдегілерді аэропорттан күтіп алу, шығарып салу деген сияқты мәселелерде. Мен күтіп аламын ғой деп тұратын қыздар болады да. Ондай бар ма? Сенбейді ғой, бірақ жоқ, мен үйдегілерді әлі маған сеніңкіремейді. Кішкене опыт жинасын деп жолдасыммен ғана отырам. Қазірге өзім жалғыз, көбіне өзім жалғыз айдаған ұнайды. Жолдасым отырған кезде бәрібір кішкене қысым болады, жаңағындай бір нәрсе дұрыс істемесем қазір ұрсып жібере ма деген сияқты. Ал өзің отырсаң бүкіл жауапкершілік өзіңде болады да, уже миыңды қосасың. Жолдасыңмен отырсаң, қазір бірдеңе болса рульді бұра салады, айтады қазір маған деп. Ал өзің отырсаң, уже бүкіл 100% жолға қарап отырасың, өзіңе ғана сеніп. Фокустың барлығы сол жолда, және есептеу, ана машина кіреді, мына машина шығады деген сияқты. Негізі водительдің мышлениясы кішкене басқашалау ғой. Пассажирда отырған адам басқаша ойланады. Ал жолда отырған, за руле отырған әйел, ол мүлдем басқаша ойланады. Енді арай осы жаңағыдай автошколаға бару керек екен, машина керек екен деген ой қанша уақыт аралығында жүрді? Или мынандай болды ма? Маған машина айдау керек деп, сразу іздеп, сразу әрекет еткеттің ба? Или біраз ойланып жүрдің ба? Жоқ, мен бірден әрекет еттім. Бірден, иә, жолдасыма айттым. Қазір баламыз кішкене өсіп қалды. Қазір ата-енем де алып қала алады балаларды. Сөйтіп бірден айтып едім. Ата-енем де бірден қолдап кетті. Айтылған сөз осы жерде қалмасын. Ертең жазыл деді. Сонымен бірден жазылып кеттім. Бірден болды мен үшін. Тез. Ал ойланып жүретін қыздар бар да. Барайын ба, бармайын ба, оқиын ба, оқымайын ба. Мә, ертең соғып алсамшы.
мә ертең мынандай болып қалсашы. Сосын мынандай сұрақ көп келеді қыздардың тарапынан. Бірінші машина айдайын ба или бірінші права алайын ба? Права алғаннан кейін машина келе ме келмей ма? Или бірінші машина алып сосын барып права алайын ба? Иә, или правамды алып қойсам когда-нибудь айдармын деген. Иә. Сондай ойланып жүрген қыздарға не айтасыз? Ойланып жүргенде біз жаңағыдай зона комфортада жүреміз ғой. Қазір мысалы біреулер жұмыс істейді, біреулер үйде отыр дегендей зона комфортадан бірден шығып үйрену керек деп ойлаймын. Ойыңа келді ма, бірден іске асыру керек оны. Өзіңді өзің қамшылап, өзіңді өзің итермесең, ешкім қолыңнан сүйреп жүре қойшы, оқи қойшы, сен права ала қойшы демейді. Сол үшін әркімнің өзінің өмірі өзінің қолында. Ойыңа келді ма, бірден істеу керек. Жаңағыдай қолыңнан келсе келеді, келмесе келмейді. Мен ойлаймын, келеді деп тырысқан адамға адамның істеген адам істейді ғой. Сондықтан да бірден қимылдап кету керек деп ойлаймын. Ана, біздің автошколаны қымбат деп атады көбісі. Қымбат ба? Жоқ, мен де басына солай ойладым, қымбаттау сияқты деп, бірақ жаңағындай ақтарып көрдім ғой сіздердің публикацияларыңызды. Сол кезде жаңағындай неше түрлі эмоция, оқыту методикасы, сопровождение барлығы мені қызықтырды. Сол кезде де қыздар болды, сонша ақша бердік, может бізге жақсылап үйретеді, өтіп кететін шығармыз деп. Өтпей қалған қыздар да болды, сонша ақша бердік, неғып біз ала алмай қалдық деп. Жоқ, ол сіздердің қойған бағаларыңыз, сіздердің методикаларыңызға жаңағындай сәйкес келеді. Қымбат емес, ақтайды. 100% ақтайды. Ал жаңағындай сонша ақша беріп өте алмай қалдық деген ол адамның өзінен қателік. Ол мүмкін отбасына көп көңіл бөліп жіберіп, жаңағындай тесттерден қалып қалды, сабақтан қалып қалды дегендей. Сондай болды ма, салғырт қарады, өзі ары қарай ізденген жоқ. Соны барлығын өзіміз қорытып, сол жаңағындай сол қалыппен емтиханға өтіп кетеміз мысалы. Тек қана біз ақшасын бердік, ары қарай солардың проблемасы деу дұрыс емес. Иә, мен де сөйтіп айтамын. Бірақ енді біз мына жақта әйелдерге больше комфорт жасаймыз. То есть сопровождениесі бар, қыздарға 24/7 жауап беру бар, суббота воскресенье демейді, кешкі сағат 9 демейді, любой момент жауап бере береді да. Иә. Одан кейін сіздерде қадағалау бар. Біз бетімізбен кетпейміз да, қадағалап, кешкісін кім тест тапсырды, тапсырмады деп кәдімгідей қадағалап отыратынсыздар. Сол нәрсе маған ұнады. Өйткені бәрібір үлкен адамдар бір оқуға, курсқа баратын болсаң, лекция түрінде береді да, ары қарай уже өзің проблемаң дейді ғой, сіздерде қадағалап, артымыздан қалмай, енді сіздердің тараптан бәрі болды негізі. Соны айтам да, арзан жерге барып оқығаннан гөрі, қымбат жерге барасың, зато қадағалауың бар, сопровождениең бар, әйелдермен өз ортаң болады. Шопыр қыздар группасына барсың ба? Бармын, иә. Бәрі өздерінің опыттарымен бөліседі. Қыздар, мен бүгін бірінші рет ата-енемді оптовкаға алып бар жатырмын, маған сәттілік деп неше түрлі жаңағындай ситуациялар болады. Кәдімгідей күшті группа қыздармен бір-бірімізбен опытпен бөлісеміз. Біреу жаңағындай бензин қалай құяды, соның бәрін біреуден сұрап, жаңа ыңғайсыз жағдайға қалмай, лучше сол өзіміздің шопыр қыз группасына қыздармен талқылаймыз. Өте жақсы. Штрафым, сперм подчинім деген сияқты. Бірінші ГАИ тоқтатқанда қызықтар, қолың істемей қалады ғой, бүйтіп документіңді бер десе, оны таппай менде болды. Не үшін тоқтатты сонда деп, жай сонда документ тексеру үшін тоқтатқан екен. Сол кезде дірілдеп кеткенім бар. Сондай нәрселермен бөлісіп, страховка жайлы сұрап бір-бірімізден. Қазір страховка қымбат болып жатыр ғой. Сондай қыздар. Жаңадан айдап жүрген нелерге, шопырларға. Бір-бірінің опытымен бөлісіп, контактылармен бөлісіп, осында жасаңдар деп. Өте жақсы ойлап тауыпсыздар соны. Мен бірден права алғанда ана группадан шығарып, сол шопыр қыздың группасына қосты. Күшті болып қалдым, қуанып. Өз ортаң бар, бәрі жаңадан. Тупит етсең оны айта аласың, ішіңдегі сырыңды айта аласың. Ешкім күлмейді, мазақтамайды. Уже принятыйсың да ана группаның ішінде, потому что бәрі содан өткен, бәрі сол. Енді Алла қаласа бізде шопыр қыздармен кездесуіміз бар. Праваны енді брелокты алмадың ғой, бірақ енді шопыр қыздармен кездесеміз. Кәдімгі отдельно машинамен тауға деген сияқты, пикник деген сияқты. Себебі мынандай ғой, сол бір орта. Өйткені біздің автошколаның миссиясы жолға шыққан кезде қауіпсіз, еркін түрде көлік айдау. Енді қауіпсіздікті ол тек қана мен ғана емес,
осы айналадағы адамдар бәріміз бірге осы қауіпсіздікті Иә. создавать етуіміз керек та. Сол себепті де қай лекте оқыдың, қай жылы оқыдың, разница жоқ бізге. Шопырсың ба, біздің ұлдан автошколада оқыдың ба, солардың бәрін басын қосамыз да бір үлкен мероприятие жасаймыз. Шопыр қыздармен елестетші, бәрі машинамен келе жатыр. Иә. Бәріміз бір жерге кофеге тоқтадық, бәріміз сол жерде машина туралы талқылап жатырмыз, ойын ойнаймыз деген сияқты да. Алла қаласа сол қыздар шықтық деген кезінде уже на старте отыру керек та ол жерде. Иә. Мен де айта салам, ертең кеттік деп айта салуым мүмкін да. Қолым тимей жатыр қазір, жете алмай жатырмын ана шопыр қыздардың группасына. Иншалла бізде осындай қыздар толыққанды басынан аяғына дейін тек қана автошколаны оқытып қана қоймай, шопыр қыздардың ары қарайғы сопровождениесі, ары қарайғы өздеріне керекті ақпараттары деген сияқты. ГАИ тоқтатты, тағы қандай қызықтар болып жалпы машинамен? Қызықтар сол, анау кішкене жолдасымен келе жатқан кезде Яма ұстайсың. Иә, мен айттым, бүкіл яма менікі. Сен кішкене тырыссаңшы дейді ғой. Мен қазір оған тырыссам, мен отвлекаться етіп қаламын деп. Одан кейін жаңағындай уже бір үйден шыққанда қателік жібердім ба, уже жол бойы менің миым жаңағындай кішкене дұрыс істемей қала ма, солға қарай бұрылып жатқанда ең қатты жаңағы есімде қалып қалғаны Гранд парктың алдында Гранд паркке қарай солға бұрылып жатқанда ұмытып кетіппін сол жақты жіберу керектігін. Жаңағы есімде қалып қалды да, үй жақта бір қателік жасап қойғаным. Содан кейін тура қарама-қарсы беттегі көлік екеуміз бір-бірімізге қарай келеттік. Жолдасым болып қалды жанымда. Тоқта деп ол маған айғайлап, сол кезде бірден есімді жиып алдым да. Сол кезде ойладым, болды, мен айдамаймын дедім. Қазір жанымда сен отырмағанда мен анаған соғылатын едім, маған бір нәрсе болып қалар еді деп. Менің қыздарға айтарым, жаңағы право алып автошколада оқып жүрген қыздарға айтарым, бәрі жаңағындай өздеріңіздің ниеттеріңізде, еңбектеріңізде, ал право алғаннан кейін ол жаңа қорқыныш пайда болады. Рульге қалай отырам, қалай айдайым деп. Сол сияқты қыздарға айтарым, қыздар қорқу да, қателік те ол барлық қалыпты нәрсе. Жаңағындай мен сияқты ойлап, болды мен айдамаймын, маған жаңа жолдасым жаман сөз айтып жіберді, немесе ағам айтады ғой, сен не үйрендің автошколада, қалай сен тапсырып келдің, праваны қалай алдың, сен элементар нәрсені білмейсің ғой деген сөздердің барлығын мимо ушей дейді ғой, өткізіп тастау керек. Тек өздеріңізге сеніп, жаңағындай барлығын тыныш қана сенімділікпен жүргізу керек екен, және тоқтап қалмау керек бір орында. Алдыға қарай жылжи беру керек. Бірінші күні айдағаннан үшінші күні айдаған мүлде бөлек. Одан кейін бесінші күні айдаған ол мүлде бөлек болады екен. Әр күн сайын опыт жинала береді. Сол үшін де біреудің сөзінен жанымызда кетіп баратқан машина сигналит етіп, қалай келе жатсың деп неше түрлі сөздер айтады ғой, сол сөздердің ешқайсына мән бермей, тек алдыға қарай жүре беру керек екен. Соны түсіндім. Тоқтап қалсаң, тоқтап қалып қаласың, праваң сандықта жатады. Права бірінші алып ал, одан кейін барып машинаның темасын тағы кіресің десеш, ол бір этаптық жұмыс емес, шынымен де қыздар. Сол үшін права аламын деп ниеттеніп жүрген қыздар, емтихан тапсырам деп жүрген ниеттегі қыздар, көлік тізгіндеймін деп жүрген ниеттегі қыздар, барлықтарыңыз ниеттеріңізге жете беріңіздер. Алла тағала ақ жол, жасыл светофор, дөңгелегіміз берік болуын нәсіп етсін. Арайлым, рахмет сізге. Келгеніңе, өзің оқиғаңды айтып бергеніңе. Енді встретимся на трассе. Құдай қаласа шопыр қыздармен бірге шығамыз жолдар. Рахмет.